Сәлем достар, дәл осындай әдемі және өте дәмді болып шығатын бауырдан жияр тағамын дайындайтын боламыз. Алдымен менің осы видеома лайк басып, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Алдымен осындай бауырды аламыз. Менде сиырдың бауыры. Одан кейін негізі құйрық май болу керек. Менде бірақ іш май, сиырдың іш майы және жуа. Ең алдымен табаға осындай кішкене ғана май құйып аламыз. Содан кейін үстіне жаңағы майымызды салып, әбден шығырып аламыз, былғап. Шыжғырылған майдың үстіне бауырымызды саламыз. Бауырлар жіңішке болып, кішкентай болып туралы керек. Және бауырлар, өздеріңіз білесіздер, бауыр деген тез піседі. Сондықтан осылай баяу отта былғап тұрып қуырып аламыз. Қатты пісіп кетсе, негізі қатты болып кетеді, бауыр, сол үшін оны былғап баяу отта қуырамыз. Осындай жуа қосамыз үстіне. Тағы да жуамен қуырамыз. Бұның құпиясы сол былғап тұруында. Бұлғау арқылы бауырымызды жұмсақ күйінде сақтап қаламыз. Үстіне тұзы мен дәміне қарай бұрышын салдым. Әбден осы жуасы ергенше әдемілеп тұрып қуырып аламыз. Мен қасына гарнирге рис дайындадым. Мінекей бізде дайын болды. Осындай болып шығады. Мен ристі осылай мультиваркаға пісіріп алдым да. Осындай подачамен бердім үйдегілерге. Үйдегілерге ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дайындап көріңіздер.